Қазіргі балалар әртүрлі телефондарға, яғни смартфон, гаджет сияқты құрылғыларға өте құмар. Егер балаңыздың денсаулығы сіз үшін маңызды болса, олардан толыққанды бас тартқаныңыз дұрыс. Неге? Себебі енді ғана гүл сияқты өсіп келе жатқан, үлбіреп тұрған баланың ағзасын әртүрлі патологиялық толқындар, әртүрлі радиациялар, яғни сәулелер келіп, баланың дамуын тежей береді. Яғни ол бірден орталық жүйке жүйесіне, яғни бас миына әсер етеді, онымен қоса көру қабілетін нашарлатады және миды кептіріп жібереді. Көз тарапынан әртүрлі қылилыққа, астигматизмге алып келеді, жақыннан көргіштік, алыстан көргіштік, көздің дұрыс көрмеуі, қылилық сияқты үлкен патологияларға алып келеді. Және қазіргі уақытта өте жиі және кең таралып жатқан проблемалардың бірі тілдің кеш шығуы, яғни баланың физикалық және психикалық тұрғыда артта қалуына алып келеді. Және бұл патологиялық толқын болғаннан кейін миға бірден әсер етеді, ол сәуле. Солай баланың миын кептіріп жібереді. Ал сізге бұл нәрсе қажет па? Жалпы гаджеттерден, әртүрлі радиация сияқты патологиялық толқындардан, патологиялық сәулелерден балаларды 3 жасқа дейін алшақ ұстау қажет. Міне 3 жастан асқаннан кейін баланы өз жасына сай дамуы реттелгеннен кейін белгілі бір уақыт аралығында ғана ұстатуға болады телефонда. Егер видео ұнаса, пайдалы болса лайк басыңыз, пікір жазыңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз.